ізгілікті бұл дүниеде де ақыретіне де сауап алуына кірді. Жақсы орта. Бұл тіпті өзіңізге ғана емес, балаларыңызға да сондай орта табу керексіздер. Мен көп кісілер білем, ата-анасы болған соң баланы барынша бағып қалу үшін таңнан кешке жұмыс істеп жатыр. Барлығы баласына киімді таңдайсыз, барынша телефонын таңдайсыз. Бір жақсы ортаны таңдап беріңіз. Жақсы достан тұрып беріңіз. Сол ортаға кіргізіңіз. Өйткені ол бала бұл. Әртүрлі жағдай бұл. Бірақ сіз оған жақсы ортаға кіргізіп, ол адамдармен барынша дұрыс сол бір ортада бір ізгі амалдың қатарында болсын, солармен бірге бір жақсы бір істерде болуына балаңыздың жақсы бір сол бір турашылықта өсуіне алып келіп соғады. Яғни бір сіз тәрбиеңіздің бір үлкен бір мәні жақсы достарменен, жақсы ортаменен тәрбиелей аласыз. Алла Тағала қасиетті Құран Кәһф сүресінің 28 аятында ардақты пайғамбарымызға оған Аллах саллаллаху алейхи ва саллям болсын, таңертең және кешке Раббыларына оның дидарын іздеп жалбарғандармен бірге өзінде сабыр ет, дүние тіршілігінің сәнін қалап көзіңді басқаға аударма, сондай-ақ жүрегін бізді еске алудан қаперсіз болған, әуесіне еріп ісі шектен шыққан асқа біреулерден бағынба деп Құран-ы Кәрімде әмір етті. Яғни осы аятты ғана шектейтін болса не деп жатыр? Алла Тағала таңертең және кешке Раббыларын зікір етеді. Оның дидарын іздеп, яғни Алла Тағаланың барынша разылығын іздейтін адамдармен бірге бол. Бірақ сондай-ақ Алланы еске алудан қаперсіз болып жүргендер, Алланың әмірін бағынбайтындар, қандай да бір істен шектен шығатындардан барынша алыс бол деп Алла Тағала әмір етіп жатыр. Яғни сода жақсылық бар. Адам баласына одан құтылу бар. Сол арқылы. Неден құтылу? Жаманшылықтан, және де қандай да бір бейсапаттан Алла сақтайды. Енді құрметті ағайын, адам баласына кейінгі өзінің осы дінге беріктік болуына, құлшылығында толықтай бекем болуының тағы бір жолы, біріншісін айта кеттік, не дедік? Ықыласты болу. Жасайсыз ба құлшылықты? Ықыласты жеткізесіз бол. Екіншісі, ізгі адамдармен бол, жақсы адамдармен бол. Сол адамдарды іздей, сол адамдардың ортасында бол. Үшіншісі, өзін рухани дамып отыр. Рухани дамып отыр. Яғни, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі бұл бір хадисте айта кетеді. Мән истауа яумаху фахуа мағлум. Кімнің екі күнінің бірі бірдей болатын болса, ұқсаған адам болса, ол да ол алданушы. Яғни сіз бүгінгі ісіңізбен ертеңгісін сол бір істі істей беру емес дейді. Яғни бұл жерде дұрыс түсіну керек. Сол бір істі деген сөз мағынасы дамый деген мағына айтып жатыр. Құлшылық мәселесінде болсын, қандай нәрсе болсын, бір деңгейде емес, барынша дамуға тырысу керексің. Ал енді әрқашанда бірде-бір істеу деген ол тұрақтылық. Шатастырмаңыздар. Бір істі өзіңізге әдет қылу мақсатында, жетістікке жету мақсатында күнде оны жасау, ол тұрақтылық деп аталады. Бірақ сол тұрақтылықта күнде аз-аздан үздіксіз соны істей отырып дамуыңыз, оны даму деп аталады. Яғни сіздердің әрқашанда дамуыңыз, міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осыны айтып жатыр. Бір күніне ұстаған адам алданушы деп тұрғаны, демек сіз күнде бір өзіңіздің мақсат ісіңізге рухани даму болсын, білім жағынан болсын, өзіңіздің рухани болсын, ақыли болсын, ырзық жағынан болсын дамуыңыз, бұл мұсылман адамның әрбір күнде тоқтамай ізденісте болу керектігін айтады. Қандай жаста болсын, қай салада болмасын, адам баласының ізденіс жасауы, дамуы негізінде қажет етеді. Аз-аздан болса да, бірақ та үздіксіз тұрақты түрде даму жолында адам да, ұжым да жасай берсе, әлбетте ол жеңімпаз болады. Яғни ол адам жетістікке міндетті түрде жетеді деп келтірді. Мұсылман адамның білім алуы, күнделікті пайдалы ақпарат іздеуі, Құраннан жаңа аят жаттауы сияқты істер арқылы
күн сайын аз-аздан дамып отыру қажет. Бір ыдыста ұзақ уақыт тұратын су бұзылып кететін сияқты бір дәрежеде тұрақтап қалған адамды рухани әлсірейді. Оның дамып тұруы, оның дұға тілектерінен осы бітімде бекем болуға кілті болса. Кейін адам баласының кейін осы бір дінде тұрақты болу тағы да бір жолы, бекем болуының тағы бір жолы ол нәпіл амалдар. Парыз амалдардан бөлек ол нәпіл амалдар болып саналады. Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жеткен бір хадисте, құдси хадисте былай деп келтірді. Расында адам баласы ақыретте амалдарының ішінде ең бірінші намаз үшін сұралатын болады. Ең бірінші намаз үшін сұралатын болады. Ал егер намаздар дұрыс болмаса, онда өкініп, қасіретке тап болады. Егер оның парыздарының кемшіліктер болатын болса, онда Алла тағала әмір етеді. Менің құлымның парыз амалдарының кеткен кемшіліктерін толтыратын нәпіл амалдары бар ма? Толықтырсын деп, осылай бұйрық береді. Кейін оның барлық амалдары осылайша есепке тартылады деп, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәпіл, яғни өзінің еркіменен де тағы жасалған амалдардың маңызды екендігін түсіндіре кеткен. Қауымдарымыз парыз етілген құлшылықтарымызды қамал деп санаса, нәпіл құлшылықтарды, яғни сіздердің бөлек оқитын сүннет амалдарымыз, намаздарымыз, тахаджуд намазы болсын, дуа намазы болсын, зікірлеріміз болсын, бұның барлығы осы қамалдың алдындағы қоршау сияқты. Қамалды сақтап қалатын қоршау іспеттес. Сіздің парызыңызды толықтыратын, дұға тілектеріңіздің қабыл болуына, Алла тағаланың әміріне ағына отырып, сауапқа иеленуімізге кілт болып саналады. Міне, құрметті ағайын, құрметті мұхтарам жамағат. Алла тағала қасиетті Құран Кәрім сүресінде, Әл-Имран сүресінің 8-ші аятында Раббана ла тузигh қулубана ба'да идh һадайтана ва һаб лана мин ладунка рахма иннага антал ваххаб. Уа Раббымыз, осы дұғаны Алла айтып кетеді. Уа Раббымыз, бізді тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқыта көрме. Бізге өз қасынан игілік бергейсің. Көмәлсіз, сен мол сый сияпатқа бөлеушісің деп осы дұғаны айта кетеді. Бұл жерде не айтып жатыр? Демек, адам баласы болды, мен иман еттім деген сөз, болды, менде ешқандай сынақ болмайды, менде ешнәрсе Алла ұнатпайды деген сөз емес дейді. Ол бәрібір дұғалар. Не деген сыралға мұстақим. Фатиха сүресінде осылай. Я Рабб, бізді тура жолда сал. Я Рабб, бізді осы тура жолда бекем бол. Яғни бізді жамандықтан сақта. Өзін ашу келген адамдардың қатарынан болуды сақта. Я Раббым, өзін тура жолға салғаннан кейін жүрегімізді ауытқыта көрме деген сөздің мағынасы қандай бір тұр? Тура жолға Аллахың өзін салдың, өзі нығмет бердің. Енді сол нығметімізді айыра көрме деген сөз бар. Алла тағала иман еткізді. Уақытымызды барлығын осы бір өзінің сүйікті құлының қатарында болып жолға салды ма? Енді сол жолда бізді алып тастамасыншы деп дұға қыл. Енді бұл дүниемен қалай мысалға келтірсек деген кезде былай деп айтсақ болады. Қызметіңізде болсын, жұмыс мансабыңызда болсын, сіз бір сондай бір ізгілердің қатарында, яғни сол бір бастықтың қасында болатын, тек сонымен тілдесе алатын адамдардың қатарына сізді кіргізді дейік тізімге. Сіз сол тізімдесіз. Бірақ ол тізімнен тұрақты іс-амал жасамасаңыз шығып кетуі мүмкінсіз. Сіз сонда не дейсіз? Барынша тырысасыз ғой сол жаңағы жақсы бір тізімге. Барынша айлығы жақсы. Барынша жаңағы бастықтың оң көз қарасын алатын тізімде болуға барынша тырысасыз. Мен мысал ретінде айтып жатырмын. Сіз барынша сол істе жүруге тырысасыз. Және өзіңізде тіпті сізге ашу айту жоқ, мен қалайыншы, мен осылай жүре берейінші деп барынша осы сөзді айтасыз. Мен барынша жақсы тырысатын боламын. Сізге айлығыңызды көбейтетін болса, әр айда еселенетін, жақсы айлық беретін болса, сен ол тізімнен шыққың келмейді ғой. Міне, Рамазан айы, Алла тағала сізге иман берді. Сіз бен бізге иман берді.
Алла Тағала иман еткен үшін Алла Тағала сен күнәларын кешіруге көптеген мүмкіндік берді. Жұмадан жұмаға қатысып күнә қателіктерін кешіруге, қарым-қатынастарыңды басқа бір кішкене ғана сауап берсең, иман еткендігін үшін бір сауабыңды кем деген 10 есе, одан 700 есе қылып өсіремін деп берді. Иман еткендігін үшін сенің қасиетті Рамазан айын ұстаған оразаларыңды, қадір түнде жасаған құлшылықтарыңды еселеймін деп, күнә қателіктеріңді кешіремін деп Алла Тағала осындай рахмет беріп жатыр. Сауап, Алланың разылығы расында өте маңызды. Өйткені мүмкін сіз бұл дүниеде оны көзбен көрмей жатқан шығарсыз, бірақ амал дәптеріңізде иншалла ертең есеп-қисапта таразыда тұрған кезде осыншама сауап сіздің амал дәптеріңізге қойған кезде қуанасыз. Сізден бақытты адам болмайды. Бірақ дәл солай сияқты қаншама сауап беріліп тұрса да содан мақұр қалғаныңызға сол кезде өкінесіз. Бұл дүние егін алқабы. Егініңізді егесіз, қиындықта сол егініңізді қалай ақтадыңыз, қалай оған мән бердіңіз, қандай қып ектіңіз, соны жемісін көресіз. Иншалла, құрметті жаңағы Алла Тағала баршаларыңызға тура жолда тұрақтылық болуды, құлшылықтарыңызға беріктік болуды нәсіп етсін. Өйткені тура жолда бекем болу соңғы демімізде періштелердің сүйіншілеуіне себеп болады. Періштелер. Алла Тағала оның Құран керімде إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Расында Раббымыз Алла деп, сосын туралықта ұстанғандар, соларға періштелер түседі де қорықпаңдар және қайғырмаңдар. Сендерге уәде етілген жәннат арқылы қуанышқа бөленіңдер деп сүйіншіледі. Алла Тағала біздерді имандыққа бекем, құлшылықта тұрақты пенделердің қатарына етіп, қасиетті жұма күнгі дұға тілектерімізді қабыл еткей.